Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге кезекті «Тыңда балам ертегі» атты айдарымызды ұсынамыз. Бүгінгі оқылатының Рахат Қосбармақтың «Жалқаудың жазасы» атты кітабындағы «Өтірік өрге баспайды» атты әңгімесін ұсынам. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Иса бүгін де сабаққа әдеттегідей дайындықсыз келді. 2-3 аптадан бері ол сабақ оқуға құлқы болмай, әбден енжар тартып, жалқауланып алған. Мұғалім сабақты неге оқымаған себебін сұраса, кітабының тапсырма берілген парағы жоқ деп ақталатын. Күнде осы. Исаға рахат. Енді бұрынғыдай сабақ деп ұзақ уақыт үйкішік болып, үйде қамалып отырмайды. Сабақтан келе сала, сөмкесін босағаға атып ұрып, далаға шығады да, құмары қанғанша ойнайды кеп. Кешке әбден сілесі қатып, шаршап келеді де, тамағын шала-пұла ішіп, кей кездері оған да мұршасы келмей, басы жастыққа тиісімен қор ете түседі. Бүгін бірінші сабақ геометрия еді. Бұл екі өкпесін қолына алып, ентігіп жеткенімен ішке кіруге қоңырау соғылып кетіпті. Кешігіп қалды. Соңғы кездері де сабаққа кешігуді әдетке айналдырған еді. Жасқаншақтанып, есікті тықылдатты. Іштен «Кіріңіз» деген дауыс естілді. Кірді. Жомарт ағай балаларды түгендеп болып, үй тапсырмасын сұрап бастап жатыр екен. «Рұқсат па екен?» деді Иса есіктен басын қылтитып. Мұны көрді де, мұғалім қабағын шытынатып қалды. Басқа мұғалімдер секілді Исаға да мұның ықыласы суи бастаған еді. Әйтсе де, «Бұл рұқсат, отыр Нұржанов», деді таусыла. Бұл орнына барып, класс тыныштығын бұза сылдырлатып, оқу құралдарын шығара бастады. Жомарт ағай бірінші партада отырған Қуанды тұрғызып, үйге не тапсырма берілгенін сұрады. «Тік бұрышты үшбұрыш тақырыбы, 28-ші есеп», деді ол тақ-тақ етіп. «Қарай көріп пысықтығын», деп оларды іштей Иса. Қуанмен талай жарысып оқып, шаңын көрсетпей кететін. Енді міне, қызғаныштан іші өртеніп жалап барады. «Жарайсың, отыр. Ал, қане, кім сабаққа дайындалып келді?» деді ағай класты көзімен бір шолып өтіп. «Жарайсың». Әр жерден жапырланып, озат оқитындардың қолдары жарыса көтеріліп жатты. «Дүйсекенов, Ыбыраев, неге бұғып отырсыңдар? Қане. Кім айтады? Ал, Нұржановты тыңдап көрейік. Нұржанов, тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз не?» Үнсіздік. «Нұржанов!» Үнсіздік. Исада үн жоқ. Сүйретіліп орнынан тұрып, сүмірейіп тақтаға шыққан күйі. Мөлиіп үнсіз тұр. «Бүгін тағы да ма? Сабаққа неге дайындалмағандың?» «Кітабымның беті жоқ, жыртылып қалған ағай», деді Иса 2-3 аптадан бері сүйікті жауабын қайталап. «Сенің барлық оқулықтарының беттері жұлынып алып, саған мұқабасын ғана қалдырған қай тентек өзі?» деп ағай мысқылдай қарады. «Қайдан білейін?» деді Иса өтірік аңқауланып. «Жоқ, білесің, ұстаз шыдамы шыртсынды. Кітабының беті жоқ дейсің, Нұржанов? Кітабының беті жоқ емес, сол кітаптың әр бетін қағаз кемірген тышқандай күнде жұлып, лақтырып, жұрттан жүрген сенде бет жоқ», деді. Исаның екі беті ду ете қалды. Бүкіл класс мұны жек көріп қарап тұрғандай. Жүзі шымырлап, жерге кіре жаздады. «Не, мә» деп тұтығып қалды ол. Осы күннен бастап балалар оны Суайт, жалқау деп атап кетті. Жеңілді қиынсынып, ауырға тап боларсың дегендей,
Енді Иса өзі оқымаған кезде бағдарламадан қалып қойғаны бар, қиындап кеткен сабақты бірге осы атақты да қоса арқалап жүруге тура келді. Мінекей, құрметті оқушылар, бүгінгі ертегіміз осымен тамам. Бұл тақырыптан біз не ұқтық? Өтірік өрге баспайды. Өтірік айтып, түрлі сылтауларды айтып, біз ештеңеден құтылып кете алмайды екенбіз. Сондықтан ешқандай сынық сылтаусыз, өтіріксіз сабағымызды жақсы оқиық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.